Бүгінгі күн тағамдық манипуляция мен тағамдық дезинформация заманы деген ғылыми ұғымды алғаш рет енгізген менің ұстазым, алла тағала ол кісіні рахмын алсын, медицина ғылымдарының докторы академик Дәленов Ерболат Дербісәліұлы ағамыз. Ол кісінің айтуынша, қазіргі таңдағы азық-түлік өнімін өндірушілер халықтың тағамдық сауатсыздығын пайдаланып, тез әрі оңай пайдаға кенелетін жол тапты. Түсті бояғыштар, жасанды хош иістендіргіштер адамды тәуелділікке итермелейтін, тәуелділік тудыратын химикаттар. Бұл қай өнімдерде бар? Ең бірінші ол түйіршіктелген гранулированный шайда. Екінші, апталап, тіпті айлап тоңазытқышты қажет етпейтін, ашымайтын аты сүт заты химикатқа толы сұйықтық. Үшінші, рафинатталған қант. Осы үштік бірігіп, адамның ағзасында супер зиянды уға айналады. Және де тұтынушыны қайта-қайта осы заттарды сатып алуға итермелейді. Сөйтіп, адам өзі байқамай осы өнімдерге жіпсіз байланып қалады. Не істеу керек? Олардың баламасы бар. Ең бірінші, шөптік шайды пайдалану керек, яғни листовой. Екінші, қолдың үстіне алу керек. Және де қанттың орнына табиғи бал және кептірілген өрік, мейізді қолдану керек. Бізді үйреткен ұстаздарымыз айтпақшы, біз халықты осы тағамдық сауатсыздықтан алып шығуға барымызды салу керекпіз. Және де сол жолда мен атсалысуға барымды саламын. Ауырып ем іздегенше ауырмайтын жол іздейік ағайын.